100 жылдан астам уақыт бойы Лариса үйінен шығуға бет алды. Бірақ әр жолы оны көзге көрінбейтін ауа қабырғасы ұстап қалады. Ешкім де оның ұзақ жыл бойы осы үйде қамалып қалғанын білмеген. Ол үшін жалғыз ермек жаңа тұрғындарды мазалау еді. Қастан өтіп түсініксіз суық желдерді сезіндіру, немесе анда-санда шу шығарып оларды қорқыту. Бұл осылай жалғаса береді деп ойлады. Бірақ бір күні үйге өзімен қатар бір бала көшіп келеді. Борис шкафты тазалап жатып кездейсоқ бір аяқ киімді қағып жібереді. Ол қабырғаға соғылып жасырын есікті ашады. Есіктің ар жағында қызыл альбом жатыр. Әлбетте бұл альбом бұрынғы қожайыннан қалған болатын. Альбомда Ларисаның туған сәтінен бастап бойжеткен кезіне дейінгі суреттерінің барлығы бар. Бірақ әрі қарай Ларисаның суреттері жоқ. Себебі осы соңғы сурет түсірілгеннен кейін Лариса қайтыс болған болатын. Лариса оның альбомның ақтарып жатқанын ұнатпады, сондықтан альбомды қайта жауып тастады. Бірақ Борис оны ашып тырысуға бақты. Бірақ сол кезде альбомның ішінен бір сақина түсіп кетеді. Ол кілемге түсіп дыбыс шығармады. Борис ол сақинаны мүлдем байқамады. Тек келесі күні таңертең аяқ астында бірдеңе жатқанын сезіп сақинаны тауып алады. Ол бағалы сапфирмен безендірілген қымбат сақина еді. Борис сақинаны қолына киіп көруге тырысты, бірақ сол кезде оның артынан Лариса пайда болады. Бұл менің сақинама ұқсайды екен деген кезде Борис ұшып кетеді. Лариса таңырқап, сен мені көріп тұрсың ба деп сұрайды. Борис сақинаны тағып шешіп көреді. Сол кезде Лариса пайда болады, жоқ болады, сондай болады. Сол кезде Лариса айтады, өтінем, қойшы болды дейді. Борис біртүрлі ойланып қалады да шошып кетіп сақинаны ары қарай лақтырып жібереді. Қайтадан жүгіріп барып бағанағы альбомды ашып қарайды. Сөйтсе, осы көріп тұрған елесі ол кәдімгі альбомдағы қыз Лариса екен. Дәл сол сәтте жерде жатқан